Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен француз тіліндегі ең көп қолданылатын 50 сын есімнің түрлерін өтетін боламыз. Сабақ екі бөлімге бөлінген. Біріншісінде алғашқы 25 сын есімді өтсек, келесі сабақта жалғастырамыз осы сабағымызды. Адхуа, адхуат, мал адхуа, мал адхуат. Шебер қабілетті деп аударылады. Адхуа. Және адхуат деген ол женский родта қолданылады. Түсінікті ғой. Жақшаның ішінде тұрса, ол женский родтағы формасы деген сөз. Мал адхуа дегеніміз, яғни қабілетсіз, олақ деген мағынада. Мысалы, je ne suis pas très adroit. Мен ондай қатты шебер емеспін деп аударылады. Tu as toujours été si adroit. Сен үнемі осындай шебер едің. Яғни сен қолың алтын деген сияқты да. Affamé. Аш. Affamé. Tu n'as pas un petit truc à manger? Je suis affamé. Сенде жеуге бір нәрсе бар ма? Менің қарным ашып тұр. Мен ашпын, яғни. Amoureux, amoureuse. Ғашық. Ер адам ғашық болса, amoureux деп айтамыз. Егер әйел адам болатын болса, онда amoureuse, женская формасында. Мысалы, je pense que Айзада est amoureuse. Мен Айзаданы ғашық деп ойлаймын. Anxieux, anxieuse. Қобалжулы. Il a l'examen demain. Il est très anxieux. Ода ертең экзамен, ол сондай қобалжулы. Ары қарай кеттік. Assoiffé. Шөлдеген. Tu n'as pas un verre d'eau? Je suis assoiffé. Сенде стакан су бар ма? Бір стакан су. Шөлдеп тұрмын. Яғни шөлдегенмін деген, я? Beau, belle. Әдемі. C'est une belle maison. Бұл әдемі үй. Bizarre. Қызық. C'est bizarre. Marseille ne m'a pas envoyé les documents. Les documents. Странно деп аударылады. Не странно? Марсель маған документтерді жібермеді. Calme. Тыныш, жайлы. Son appartement donne sur une rue très calme. Оның квартирасы тыныш көшеге қарап тұр деп аударылады. Chaud, chaude. Ыстық. Ce soupe est trop chaud. Бұл сорпа өте ыстық. Cher, cher. Қымбат. Cet ordinateur est vraiment trop cher. Content, contente. Mécontent, mécontente. Қуанышты. Je suis si contente d'être en vacances. Мен демалыста болғаныма сондай қуаныштымын. Courageux, courageuse. Батыл. Julie est vraiment courageuse d'aller vivre seule à la campagne. Court, courte. Қысқа. Ce pantalon est trop court. Бұл шалбар өте қысқа. Difficile. Difficile, қиын. C'est difficile d'apprendre l'allemand. Неміс тілін үйрену қиын. Doux, douce. Жұмсақ, мейірімді, тәтті деген мағыналар бар. Brigitte est une personne très douce. Brigitte өте мейірімді адам. Drôle. Күлкілі. Немесе біртүрлі, странный. Ce film est très drôle. Бұл фильм күлкілі. Dur, dur. Қатал, қиын. La vie est dure par moment, mais la vie est belle. Өмір кейде қатал, бірақ өмір әдемі. Effrayé, effrayé. Яғни дыбысталуында ешқандай да айырмашылық жоқ, тек орфографиялық жағынан айырмашылық бар. Қорыққан, шошыған. Tu as l'air effrayé. Qu'est-ce qui t'arrive? Сенің түрің шошыған болып тұр ғой. Не болды саған деп сұрайды. Ennuyeux, ennuyeuse. Іш пыстырарлық, яғни орысша айтқанда скучный. Ce livre est vraiment ennuyeux. Бұл кітап расымен іш пыстырарлық.
Énorme, үлкен, дәу. Ce dictionnaire est énorme. Бұл сөздік үлкен дейді. Яғни огромный орысша айтқанда. Épais, épaisse, толық, немесе екінші мағынасы қою. Il faut que la sauce soit bien épaisse. Соус жақсы қою болу керек. Яғни қоюлау, густой орысша айтқанда. Étonnant, étonnante, ғажайып. Il s'agit d'histoire étonnante. Бұл ғажайып оқиға туралы. Это про изумительную историю деген сөз. Étrange, біртүрлі, странный. Claude est une personne vraiment étrange. On ne sait jamais ce qu'il pense. Claude расымен де біртүрлі адам, ол ешқашан оның не ойлап тұрғанын білмейсің дейді. Étroit, étroite, тар. Cette rue est étroite. Бұл көше тар. Fâché, fâché, ашулы. Tu es fâché avec Romain? Сен Романға ашулысың ба? Мінекей достар, бұл бізде бүгінгі сабағымыздағы соңғы сын есіміміз болыпты. Назарларыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта осы сабақтың жалғасы шығады. Сол үшін де каналға тіркеліп, уведомление қосып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.